Саламатсыңдар ма, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мәтін. Оқушылар, суретке назар аударайық. Қазір біз алма жинау ойынын ойнаймыз. Алмадағы тірек сөздерді пайдалана отырып, мәтін құраңдар. Жарайсыздар, оқушылар. Ендеше, мәтін сөйлемдерден құралады екен. Ал сөйлем тірек сөздермен сөз тіркесінен тұратынын еске түсірдік. Бүгінгі сабақта тірек сөздер арқылы мәтінмен жұмыс жасаймыз. Тақырып пен сурет бойынша торғай мәтінінің мазмұнын болжа. Суретте не көріп тұрсың? Жылдың қай мезгілі бейнеленген? Оны қайдан байқадың? Бақшаны кім аралап келе жатты? Торғай неліктен Омар атайға жалтақтап қарай берді? Әр сұрақтың жауабы болатын тірек сөздер қатарын құра. Ендеше, негізгі мәтінді тыңда. Ерте тұрған Омар атай бақшаны аралап келе жатты. Ол жусанның ығында бүрісіп отырған бір торғайды көрді. Өзіне әбден жаңбыр өткен. Торғай Омар атайға жасқана қарады. Әрі тоңған, әрі қорыққан кішкене құс қалшылдап тұр. Омар атай торғайды үйіне әкелді. Алдына ыдысқа салып, жем әкеп қойды. Торғай жемді жемеді. Атай оның себебін сезіп, сыртқа шығып кетті. Сәлден соң терезеден сығаласа, торғай жемді жеп жатыр екен. Үсті де кеуіпті. Сұрақтың жауабы болатын тірек сөздер қатарын анықтайық. Күз, жаңбыр, Омар атай, торғай, қорықты. Жарайсыңдар, оқушылар. Ендеше, келесі тапсырманы орындайық. Орны ауысып кеткен ертегі бөліктерін қалпына келтір. Қоян күндегі әдеті бойынша ініне қашып кіреді. Әркім қуа бергеніне қорланып, ол қатты ыза болады. Мен көрінген нәрседен сескенем. Бүйтіп әркімнен бір қорқып жүргенше, тезірек аулаққа кетіп қалайын, деп тұра кеп жөнеледі. Су бойында жайылып жатқан қойлар қастарынан зымырап өте шыққан қояннан үркіп, тас-талқан болып қашады. Сонда қоян ойланып, менен де қорқатын хайуанаттар бар екен-ау, деп көңілі орнына түседі. Кетпей, қайтадан ініне оралады. Оқушылар, ертегідегі негізгі ойға сәйкес келетін мақалды тауып жаз. Жауабы: екінші мақал қорыққанға қос көрінер. Жарайсыздар, оқушылар. Келесі тапсырманы орындайық. Өлеңді түсініп тыңдаңыз. Сұраққа жауап бер. Қанша сәбіз еді? Біздің үйде көжек көп. Іштерінде өжет көп. Әсіресе 5 көжек. Маған нағыз дос көжек. 5 көжекке достасқан
Сәбіз бердім қос-қостан. Бір сәбізім соңында қалып қойды қолымда. Сәбізімді әуелгі санап берші, ал енді. Өлеңде кездесетін көжек сөзі қоянның баласы деген мағынаны білдіреді. Өжет қайсар, батыл мағынасында қолданылады. Жарайсыңдар оқушылар. Сабағымыз соңына жетіп қалды. Сабақты қорытындылайық. Бүгінгі сабақта біз нені үйрендік? Тақырып пен сурет бойынша мәтін мазмұнын болжауды үйрендік. Тірек сөздер қатарын құрастыра білдік. Ендеше оқушылар, 5-5-1 әдісі арқылы сабақ кезінде нені меңгергенің жайлы 5 сөйлем жазыңыз. Енді оны 5 сөзге дейін қысқартыңыз. Осы сөздерден тек бір сөзді ғана қалдырыңыз. Үйге тапсырма 16-шы жаттығу. Тыйым сөздерді көшіріп жаз.